Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы нақты сандар. Нақты сандарға келетін болсақ, олар бізде екіге бөлінеді. Рационал сандар және иррационал сандар. Рационал сандарға келетін болсақ, оның өзі екіге бөлінеді. Шектеулі ондық бөлшек және шектеусіз периодты ондық бөлшек. Шектеулі периодты ондық бөлшекке келетін болсақ, мысалы 5-тен 3, яғни біз 3-ті 5-ке бөлген кезде бізде 0,6 шығады. Тағы мысалы 8-ден 1, 1-ді 8-ке бөлген кезде 0,125. Яғни шектеліп тұр осымен 6-мен және 5-пен. Енді шектеусіз периодты ондық бөлшекке келетін болсақ, мысалы 11-ден 7. Егер де біз 7-ні 11-ге бөлетін болсақ, бізде 0,63 деп қайталанып кете береді. Яғни ол тоқтамайды, шектеусіз болады. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, бізде 12-ден 25. Яғни бұл жерде біз 25-ті 12-ге бөлетін болсақ, бізде 0,8 және одан кейінгі 3 қайталанып кете береді. Яғни ары қарай бөле беретін болсақ, бізде 63 деп қайталанады. Бұл жерде яғни 0,8 және 3-іміз қайталана береді. Ары қарай 3 болып қайталана береді. Сондықтан ол периодты деп аталады, яғни қайталана беретін болғандықтан. Келесі енді иррационал сандарға келетін болсақ, ол бізде мысалы 97-ден 31. Яғни 31-ді 97-ге бөлетін болсақ, бізде яғни сандары қайталанбайды, яғни ол периодты емес, сандары қайталанбайтындықтан. Кез келген жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазу үшін біз оның алымын бөліміне бөлеміз. Ал керісінше, шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазу үшін не істеу керек? Ең алдымен осы ондық бөлшекті жазып аламыз. Содан кейін оның периодын анықтаймыз, яғни қайталанатын санын. Бұл жерде бізде 7 қайталанып тұр, демек периоды 7-ге тең. 0,142-ні жазып аламыз, қайталанатын санды жақшаның ішіне аламыз. Демек 7 шексіз қайталанады деген сөз. Енді жай бөлшек түрінде жазу үшін не істейміз? Жақшаның ішінде қанша сан болса, бөліміне сонша 9 жазамыз. 7 бір сан, сондықтан 9 жазамыз. Үтір мен жақшаның арасында қанша сан болса, сонша 0 жазамыз. Яғни онда 2 сан, біз 2 0 жазамыз. Так, бөліміне осыны жазамыз. Енді алымына келетін болсақ, барлығын үтірсіз, жақшасыз жазып аламыз. Яғни бұл жерде бізде 427. Содан кейін үтір мен жақшаның арасындағы санды азайтамыз, яғни 42. Осыдан біз 42-ні азайтып тастаймыз. Бөлімі дәл солай қалады. 427-ден біз 42-ні азайтатын болсақ, бізде 385 шығады. Так, енді осыны біз қысқартамыз. Так, 5-ке қысқартсақ, 385-ті 5-ке бөлген кезде бізде 77, және 900-ді 5-ке бөлген кезде бізде 180 шығады. Не біздің бастапқы жай бөлшегіміз шықты.